Менің туған өлкем Қазақстан Республикасы. Қазақстанның байлығы өте көп, және де қазынаға бай. Еліміздің табиғаты неткен сұлу, мөлдір суын, пайдалы жасыл шөбін, асқан тауларын сүйемін. Әркімнің туған жері Мысыр шаһары демекші, менің кіндік қаным тамған жер Тараз қаласы. Туған жерімді қатты жақсы көрем. Осындай өлкеде туғаныма мақтанамын. Қазіргі таңда Тараз өте керемет әдемі қалалардың бірі. Тараз шаһары тарихи оқиғаларға бай. Бұл қала Әулие-Атадан бастап Талас, Жамбыл, Наманган, Мирзаян болып аталды. Бүгінгі Тараз тарихы мол қала. Сондай-ақ онда Қарахан, Айша бибі, Бабатша хатун, Тектұрмас кесенелері бар. Көне Тараз тарихи мәдени орталық. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған монументтері танымал, жәдігерлері мен орындары бар. Когда из родины звенит нам сладчайший, но лукавый слух, не празднословно, ни молитвам мой предается скорбный дух. Нет, не из сердца, вот отсюда, где боль неукротима вот, крылом окровавленный грудной, обруком когтенным встает. The native land is the country where you were born, grew up and lived your life. The warmest memories, funny stories, joyful events and tied with him. More generous and more beautiful places simply do not exist all over the world. My native land is most wonderful, beloved and beautiful. I always want to live in it, and although life is completely unpredictable and it is not clear where I can be brought, but my native places will remain in my memory forever.